Қарыз жайлы айтып кетейін. Енді пенде болғасын, жетіскеннен алмайсың ғой қарызды. Жетіспеушілік, бірдеңеге мұқтаж болғасын, қаржың жетпей жатқасын, танысыңнан, тамырыңнан, тума-туысыңнан, өзіңе жақын деген адамнан аласың ғой қарызды. Өзіңе жақын адам кім көрінген қарыз бермейді. Сол қарызды алып бермей жүретіндер болады ғой. Ұмыттырып, алғанын ұмытып кетеді. Несиені көргенде қашып жүреді. Бір бетпе-бет келіп қалған кезде қарызыңды сұрасаң, сылтау айтады. Ондай болып жатыр, мұндай болып жатыр, келесі айлықтан берем, ақша түспей жатыр деген сияқты. Ол қарыз деген жақсы зат емес. Ол мен айтпасам да белгілі зат қой ол. Мысалы, ғайыптан тайып, о дүниелік болып кеткен жағдайда да жаназаңды шығарып жатқан кезде сенің 5 уақыт намазыңды сұрамайды, сен істеген жақсылық амалдарыңды сұрамайды. Жамағаттан сұрайды ғой бірінші. Пәленшенің қарызы бар ма? Осы қарызы болса, қарызын өтейтін баласы бар ма? Ағайын туысы бар ма деген сияқты. Ол қарыз деген ол өте жаман зат, мойныңда қалып кетсе, ертең о дүниеге барғанда да сұралатын зат. Сол себепті қарызды алғасын уақытында қайтаруға тырысу керек. Бере алмайтын болсаң, уәде бермеу керек. Уәдені бергесін дер кезінде қайтаруға тырысу керек. Аман болайық, сау болайық, қарызданбайық ешкімге.